Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге өте дәмді, ерекше салатын рецептімен бөлісетін боламын. Керекті азық-түлігімізді видеода көрсетілгендей турайтын боламыз. Пиязды да дәл солай турайтын боламыз. Қайнатылған жұмыртқаны түгелдей үккіштен өткіземіз. Қайнатылған картопымызды да үккіштен өткізетін боламыз. Қиярымызды видеодағындай турайтын боламыз. Енді соус дайындаймыз. Сарымсақты өткізіп, оған майонез және сметана қосып араластырамыз. Майымызды қыздырып, оған шампиньонды қуырып, одан соң пиязды қуыратын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш себеміз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде қиярды тізетін боламыз. Оған салмамызды салып, соусты жағамыз. Одан кейін картопты, соусымызды жағып, жұмыртқамызды дайындаймыз. Видеода көрсетілгенде қиярды жинаймыз. Мен сәндік үшін ортасына укропты салдым. Осымен біздің салатымыз дайын. Өте дәмді түрде жасап көріңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған